Банан қабығының пайдасы. Банан қабығы бананның өзіндей болмаса да көп қажетке жарайтын пайдалы жақтары көп. Сол себепті оны қоқысқа тастамас бұрын нендей мақсатта пайдалануға болатынын біліп алыңыз. Аяқ киіміне таптырмас крем. Аяқ киіміңізді банан қабығымен ысқылап, артынан құрғақ шүберекпен сүртіп тастасаңыз, аяқ киіміңіз ине жіптен енді шыққандай жалтырап шыға келеді. Теріңізді күтуге таптырмас құрал. Банан қабығы терісі құрғақ және секпілі бар адамдарға да пайдалы. Күніне 2 рет банан қабығымен сүртіп отырса, нәтижесі көп күттірмейді. Өсімдіктерге таптырмас тыңайтқыш. Банан қабығын жеміс көшетін отырғызған кезде пайдалануға болады. Көшет отырғызылатын топыраққа тастаңыз. Банан сірке суы. Банан қабығынан әдетте қышқыл әрі ащы болып келетін сірке суынан дәмі ерекшеленіп тұратын, яғни тәтті сірке суын алуға болады. Оны салатқа қосуға болады және су мен шайдың хош иісін арттыру үшін пайдалануға болады. Банан қабығы мен етті маринадтау. Етті қуырған кезде оған банан қабығын араластырса, етіңіз жұмсақ әрі дәмі тіл үйіретін тағам болып шығады. Тісті ағартатын таптырмас құрал. Тісті ағарту үшін банан қабығының ішкі жағы мен тісті ысқылау керек. Қышыған жерді басады. Маса немесе бүрге шаққан жеріңіз қатты қышып қоймаса, банан қабығымен ысқыласаңыз қояды. Тікенге қарсы құрал. Тікен кірген жерге банан қабығын қойсаңыз, тікен терінің үстіңгі жағына қарай тартылады. Артынан суырып тастайсыз. Күйеге қарсы құрал. Киімнің жауы болып табылатын күйеден құтылғыңыз келсе, банан қабығын қойсаңыз жеткілікті. Өйткені банан қабығы күйені өзіне тартып алады. Бөртпе, ұшық, безеуге қарсы құрал. Бетіңізде көркіңізге көлеңке түсіретін безеу, бөртпе пайда болса, банан қабығымен сүртіңіз. Алайда, онымен артынан бетіңізді тұтас сүртіп жүрмеңіз. Нәтижесі көп күттірмейді. Сіздер үшін дайындаған видеом ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.